Ay halkıma mınау не деген су, мынау 4 күннен бері басылмайтын не деген су, неге өтірік ақпар береді аудан басшылары? Қайда басты? Құрметті көрермендер, мына Арай ауылы, жаңа жыл ауыл әкімшілігі ешкім жоқ. Ана КамАЗдан көтеп жаңа, бәрі қаңтарылып тұр, сәләрі жоқ, өкіметтің сәләрі. Сонау Өзбекстан Республикасынан бастау алатын бұл өзен жолында еш нәрсені қалдырмай түгел шайып кетуде. Түркістан облысы Мақтаарал ауданының 5 ауылдық округі соның топан суында қалуда. Қаннен қаперсіз жатқан халқым ештеңені сезбеген, ешкім ескертпеген, тілсіз жау топан су ұйықтап жатқанда басты. Қайран қазағым, тағы да басыңа жоқ жерден жау келді деген осы да. Шіркін осындайда астында жалаңдаған бір көлігің КамАЗың болса ғой, бәрін артып алып кете салатын. Бірақ та мынандай жанталасты қайдам, КамАЗ да көмектеспейтін шығар. Ата-бабаларымыз бұрын соңда Алладан көмек сұрап, тілсіз жау оттан, судан сақта деп тілеуші еді. Сол кезде таң қалатын біздер, мына кісі не айтып отыр деп. Сол тілсіз жау сіз ұйықтап жатқанда тұтқиылдан келгенін көріп отырмыз. Билік басындағылар сені сендіріп қойса, қорықпаңдар, босқа дүрлікпеңдер деп. Бұдан кейін қандай билікке сенуге болады? Билікке сенуге болмайтынына тағы да көз жеткізіп отырмыз. Жұмыс істей алмайтындарын тағы да дәлелдеуде. Жанашыр бауырлар, тек қарап отырмай, өз ойыңызбен бөлісіп, комментарий жазыңыз. Бұл жағдайды бейжай қалдыруға болмайды. Бүгін ол азаматтардың басына келген нәубет қасірет, ертең сіздің басыңызға келмесіне кім кепілдік береді? Тоқаев пе, әлде Шөкеев пе? Ay halkıma mınау не деген су, мынау 4 күннен бері басылмайтын не деген су, неге өтірік ақпар береді аудан басшылары? Қайда басты? Қайда қазаққа жанасы басты? Қайда? Енді қайтеміз. Бастан құлақ садаға дегендей, бұл жерде жан бастар аман қалғанын тілейміз. Мал табылар, бас аман болса, дегенмен өшпестей өкініш ұялайды ойыңызда. Біздің президентімізге біздің ауылымызды су басты, Өзбекстан тарапынан келді. Бізге ауданның әкімдері бәрі түгелдей қауіп жоқ деп айттым. Міне, құлап жатыр. Шетке тұрыңдар, жігіттер. Мына ауылдың жағдайы. Мына жерден алдымыздан көтеріп кетіп атқанын МЧС-тен келіп жауып жатыр. Көріңіздер. Бұл не болады? Алдағы ауылды басат дейді. Бүгін 2020-ның 3 майы. Мен өзім Шымкент, Түркістан облыстарының Мақтаарал, Жетісай аудандарын жақсы білемін. Ол ауылдарында бірнеше мәрте қонақта болғанмын. Салынған үйлері қандай әдемі, халқы да өте қонақжай, мейманжай халықтар. Өзіңіз ойлаңызшы, көктем келді, үлкен жоспар құрып, биыл жақсы егін егіп, жемісін жеймін. Жазда үйімді жақсылап жөндеуден өткіземін. Балам үйленеді, қызым тұрмысқа шығады деп отырған ағайының арманы жермен жексен болды. Көлігі бар адамдар көлікпенен қашуда, көлігі жоқтар қайда барарын білмей сасуда. Бұл Мақтаарал ауданы, Өркебес ауылы, Жеңіс ауылы, Ордабас ауылы, Арай ауылы, Фирдауси ауылдары топан су астында қалуда. Өздеріңіз көріп отырғандай шаңырақтары құлап ортасына түсуде. Бір түннің ішінде ауыл аймақты топан су басқан.
Адамдар сасқаннан документтерінді алып шығуға үлгермеген. Бұл дегеніңіз сұмдық қой. Карантин деп үйден шығармай, түбі 5 бірдей ауыл суға кетті. Бәрінен қызығы, МЧС қайда қараған? Қой баққан ба, әлде ұйықтаған ба? Белгісіз. Әкімшілік тарапынан ешқандай да ескерту болмаған. Су келетін білмегенде әкімшіліктің өзі де. Осының бәрін халқы ашына айтуда. Я болмаса ескерту алған адам қамданып, дайындалып отырады ғой. Ал қазір ағайындардың барар жері, басар тауы жоқ болып отыр емес пе? Я бауырларым, Алла жар болсын. Билік басындағылар Өзбекстан халқына көмектесеміз деп жар салуда. Ал сонда өз халқымыз қайда қалды? Жылап еңіреген бала-шаға, баспанасыз қалған халық, Өзбекстан елінен кесірінен деп халқымызда шулауда. Мына бір кадрға Өзбекстан елінде канал қазып жатқан өзбектерге қарасаңыз, Қазақстан кетсін деп жатқанын естисіз. Абай ауылына кетті деген өзбектердің қуанған жүздерін көресіз. Уа халқым, осындайда қол ұшын бермегенде қай уақытта көмектесеміз? Жағдайыңыз келгенше қол ұшын беруге тырысыңыз. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін тіркеліп ал. Каналға менің берген ақпаратым ұнаса, лайк басып кет. Комментарий жаз. Барикада құртыстады жекті. Салатын боламын. Қош сау болыңыздар.